Жазушы адам жанының инженер деген дүние. Адамның жанын тәрбиелейтін, адамның ақыл ойын тәрбиелейтін дүние бұл әдебиет. Соңғы кезде мына детектив жанрында да жеке жанрлық байқаулар ұйымдастырылып жатқаны. Бірінші әдебиеттің олжасы, екінші қоғамның шет қақпай көрген, болмаса өздерін ыңғайсыз, жайсыз сезінген, адасқан, бірақ енді қазақтың сөзі бар ғой, адасқанның айыбы жоқ, айланып қазық тапқан соң деп. Ашылғанның айыбы жоқ, өзі біліп жапқан соң, сол өзінің кінәсін мойындау арқылы өзін толыққанды осы қоғамның мүшесі сезіну. Яғни бұл жазушының шеберлігіне де байланысты. Ішкі істер министрлігінің осындай детективтік шығармалар жанрында серт республикалық байқауының жеңімпаздарының туындыларын 2 томдық етіп шығару, бұл енді үлкен еңбек. Бұны насихаттау керек. Детектив жанры деген біздің осы органдағы қызметкерлерге керек. Қылмыстың қалай ашылуы, жаңағы ол мына полицияның қызметкерлерінің өзінің ішіндегі бір-біріне қарым-қатынасы, оның бәрі енді бәрі адам ғой. Оларда да адамгершілік бар, оларда да қарым-қатынас, оларда да өмір бар. Біздің қазір қоғамымыз жабық қоғамға айналды. Біздің адамдар қазір бір-бірімен қарым-қатынас жоқ. Неге қылмыс ашылмайды? Осындай біз жабық қоғамға келгеннен кейін біздің қылмысымыз ашылмайды. Ол полицияға байланысты емес. Полициядан қазір қорқады ғой. Полицияның кейіпкерін аша алмай отырмыз. Оның жаңағы адамгершілік жағын қалай біз осыны ақтап аламыз? Сондай бағытта біз жұмыс істеуіміз керек.